Сәлем, штаб подкаст айдарының екінші санына қош келдіңіздер, және бүгінгі санның қонағы наставник Батыр мырза. Қайырлы кеш, қалдарыңыз қалай? Және бүгін біз Батыр мырзамен талқылайтын тақырыбымыз ол ақша. Батыр мырза, өзіңізді қысқаша таныстырып кетсеңіз? Мен штаб заманауи мамандықтар орталығында наставникпін, MVP, вебинар, автовебинар сабақтарынан беремін. Жалпы бүгінгі біздің тақырыбымыз ақшаны дұрыс жинау. Яғни қазіргі заманда бізде қоғамда ақша жинау қаншалықты маңызды? Ақша жинау маңызды, негізі каждый адамның өзінің резерв қоры болу керек. Жаңағы белгілі бір 10%, 20% деген сияқты табысынан бөлек ақша жинау керек. Ол ақша мысалы карантин кезіндегі, басқа да бір случайларда, қиыншылық кезеңінде ол ақшаны өзінің керегіне жұмсайды. Демек, осындай қазіргі біздің, тем более карантин заманында өте маңызды, иә? Жалпы өзіңіз ақша жинауда қандай техникаларды қолданасыз? Мен кішкентай кезінен 2-ші класстан бері пенал бар ғой, мектептегі, сол досым екеуміз сондай пеналға жинайтынбыз ақшамыз бәрін. И потом біздің ақшамызды пеналымыз ұрлап кетті, соның ішінде ақшаларымыз кетті. Содан бері менде уже қорқыныштар пайда басталды. Потом мен банкке жинайтын болдым. Қандай банк? Кәдімгі андай салат жабатын банк бар ғой. Вот это поворот! 1 литрлік, соған кәдімгі өзімнің атамнан берген 100 теңгені мен сол банкке жинайтын едім. Сол 1 литр банктен жинаған кезде 65 мың теңге шығады. Сол 65 мың теңгені өзімнің керек жарақтарыма жұмсайтын. Киім алатынмын, басқа да нәрселер алатынмын. Әлі күнге шейін солай жасайсыз ба? Иә, әлі күнге солай жасаймын. Қазірге дейін 1 литр банкам бар, кәдімгі сырты скотч салған, соған жинаймын. Керемет техника. Енді бұдан бөлек қандай техникалар ұсынасыз біздің оқырмандарға? Негізі, каждый жерде, мысалы, ақшаны жинаған кезде, мысалы, бізде баланс болу керек. Мысалы, дебет, кредит деген сияқты. Сол екі баланста уже бізге жаңағы қарап отыруымыз керек. Негізі көп адам расходтарды есептеген кезде қорқады, соны есептемей қашады. Негізі расходтарды тоже есептеп үйрену керек. Ол бізге қаттырақ көмектеседі. Расходтарды есептеп көресіз өзіңіздің, сосын соған қарай сай уже көбірек ақша тауып бастайтын боласыз. Яғни кіріс пен шығысты әрқашан жазып жүру, ол есептеп жүру өте маңызды. Иә, ақшаны есептегенде, біздегі ақшаны есептегенде былай емес, кіріс пен шығысты есептеу. Иә. Одан бөлек, енді біздің онлайн продюсер курсында да осындай ақша жинау техникалар бар. Назерке ханым, сол жай айтып кетсеңіз. Назерке ханым техникасы, ол әрқашан ақшалы болу техникасы, ол сабақты көргенде маған өте кәдімгі өзіме де көмек болды. Мен қазір портмонемді өзімнің табысымнан жаңа 10%-ін сол портмонемді салып қоямын. Менде и ол ақшаны мен мүлдем құртпаймын. И менде әрқашан ақшалы болу техникасы болады. Ол адамдарға қалай көмектеседі? Бізде көбінесе ақша жоқ, менде ақша жоқ деген проблемалар болады ғой. Ол кезде уже сізде портмонеңізде ақша бар болады, и соған қарайсыз, сізде ылғи да ақша болады. Енді Батыр мырза, қараңыз, бізде ысырап деген ұғым бар. Ол сізге нені білдіреді? Ысырап деген, мысалға айтатын болсақ, iPhone 13-ға деп жатыр. Сол iPhone 13-ті, мысалы, мен басында ойланамын. Алсам не болады, алмасам не болады деген сияқты. Если мен ол барлығын жазып шыққаннан кейін, маған уже шығады. Ол жерде мен тренд үшін алайын деп жатырмын ба, немесе өзімнің шынайы қажеттілігім үшін алайын деп жатырмын ба. Егер мен iPhone-ды тренд үшін алатын болсам, ол мендегі ысырап болады. Ал егер өзімнің қажеттілігім үшін алатын болсам, мен ақшаны дұрыс пайдаландым деп есептеймін. Жалпы сіз бұның бәрін қайдан білесіз? Мен негізі 6 жыл бухгалтерияда оқығам, сондықтан бұл техникаларды мен жақсы пайдаланамын. Осымен қорытындылай келе, біз сіздерге айтқымыз келгені ақшаны дұрыс жинай білу, үнемдей білу, ол қазіргі заманда өте маңызды. Қаржылай сауатты болыңыздар, және Батыр мырза екеуміз сіздерге кішкене болса да пайдалы ақпарат бердік деген ойдамыз. Ақша жинау туралы сіздерде қызықты техникаларды пайдаланатын шығарсыздар. Сіздерде өз техникаларыңызды адамдарға пайдалы болу үшін комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Осымен біздің пайдалы ақша жинау туралы подкастымыз өз соңына жетті. Келесі подкастта кіммен, қандай тақырыпты қозғауды қалайсыздар, оны да комментарийға жазып ұмытпаңыздар. Сіздермен болған штаб ұжымы. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Ақша санауды көрсетейін ба сіздерге? Осылай сана береміздер ақшаны деп.